Мынау сызбада бізде подстанциядан үйге дейін қалай келетін токтың көрсетілген. Бізде подстанция жағында жоғары вольт шығады. Бізге ең жақын жаңағы трансформатор келетін ол 10 000 вольт. 10 000 вольт міне 3 фаза А, Б, С деп айтылады. Мына трансформаторға кірді. Трансформатордың ішінен ол жұлдызша үш бұрыш тәсілімен жиналады. Обмоткасы жиналады. Міне 1, 2, 3 фаза қосылды, 3 басына жұлдызша тәсілімен. Ол деген міне жұлдыз емес, 3 бұрыш тәсілімен міне. Міне мынау ғой, или мынау ма? Көрдіңіздер ме? Міне мынау высокий жағында. Бұны бізде первичная обмотка дейді, мынау вторичная обмотка. Бұл жерде мынау 10 000, мына жақта түскен кезінде 0,4 немесе 380 болып түседі. Бұл жерде біз жұлдызша тәсілімен қосамыз. Міне былай деп көрсетсем де болады. Міне мынау бір басы, 2, 3 басына 3 фаза жалғанады. Мына жерінде 0 пайда болады сол кезінде. Міне 1, 2, 3 фаза жалғанды. Мына жерде 0 пайда болды. Жұлдызша тәсіл арқылы. Первичная обмотка, вторичная обмотка. Сол 0 мына жерден келеді да біздің үйге міне. Сосын мына жерден любой бір фаза келеді. Любой бір фазасымен екеуі 220 болады міне. Мынау 0. Мынау бір фазаның несі бізге келеді міне. Мынау мен мынаның арасын тексерсек 220. Мынау мен мынау міне 380, мынау мен мынау 380, а мынау мен қосқан кезінде 220. Первичная обмотка міне, вторичная обмотка. Мынау трансформатордың ішіндегі қосылысы міне. Мына высокий жағы первичная обмотка, міне вторичная обмотка. 10 000 вольт міне 0,4. Мынау 10 000 вольт жағында обмотка көбірек болады. Мына жағында азырақ болады. Егер екеуінде бірдей болса, значит міне мына обмоткалары мына жерде де 10 000 вольт болады. Сол үшін мынау айырмашылық болады. Мынау жұлдызша немесе үшбұрыш тәсілі, двигатель қосқан кезінде де осылар пайдаланады. Осы бұлай қосады немесе бұлай қосады. Міне первичная обмотканың екі конецінің бастары міне обмотканың. Міне мынау мен мынау, міне мысалы мынау мен мынау ғой, немесе мынау мен мынау. А вторичныйдікі міне мына екеуі. Бізде міне мынау мен мынау, немесе мынау мен мынау. Мына жақтан ток келген кезінде мына жерде электромагнитный поле пайда болады да, міне мынау арқылы. Мынау бізде темірден жасалады міне. Металдан. Электромагнитный полені мына жағын мынаған береді. Сол кезде мына жерде электромагнитный поле пайда болады да, бізде мына жақта ток пайда болады. Бұны бір-бірімен тиіспейді, гальванические соединение деп аталады. Мынаған бір-біріне тиіспейді, ауа арқылы беріледі ғой. Ауа арқылы. Мына жерде міне земля бізде. Земля ол осы трансформатордан корпусына жалғанады. Сосын мына жерге трансформатордың қасына арнайы жаңағы не қағылады, земляға есептеліп өзі. Сол защитаға сонымен жүреді.